Баршаңызға қайырлы күн. Өте жұмсақ болып шығатын сосиска в тесте дайындайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоның соңына шейін көріңіздер. Ең алдымен қамырымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға жылы суымызды, тұзымызды, құмшекерді және де ашытқымызды салып, барлығын араластырамыз. Және де бір жұмыртқамызды салып араластырамыз. Екі ас қасық майонезімізден салып араластырамыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізе отырып қосып, қамыр илейміз. Біздің илеген қамырымыз жұмсақ болып шығу керек, бірақ қолға жабыспауы қажет. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді оның бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше жарты сағатқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Осылай көтеріледі. Енді оны қайтадан қайтарамыз. Қажетінше ұн керек болса, аздап ұннан сепсеңіздер болады. Сонан соң 1/16 бөлікке бөлеміз. Бөлінген бір қамырымызды аламыз. Қалған қамырларымыз қаясып қалмас үшін бетін салфеткамен жауамыз. Және қолымызбен осылай созып, жгут жасаймыз. Созған қамырымызды сосискамыздың бір шетінен бастап, осылай дәл видеодағыдай ораймыз. Және де соңғы жағын кішкене қолымызбен қысып жапсырамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір рет көрсетейін. Қамырымызды осылай созып аламыз, сонан соң сосискамызға ораймыз және соңғы жағын қолымызбен осылай қысып шымшимыз. Және де қамырымыздың қысқан шетін астыңғы жағына қаратып қоямыз. Дайындап қойған сосискаларымызды противеньге салып, міндетті түрде астына пергамент қағазын төсейміз. Бетіне бір жұмыртқаны жарып, осылай кисточканың көмегімен жағамыз. Өз қалауымыз бойынша бетіне кунжуттан сепсеңіздер болады. Сонан соң қысып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 20-25 минут дайын болып қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, міне біздің сосиска в тестеміз дайын болды. Осындай жұмсақ болып шықты. Ортасын бөліп көрейік. Толығымен піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін.